отбасындағы жанжал, көзге шөп салу, көп әйел алу, бедеулік. Сізге бұл туралы айту қиын, себебі ұят. Еліміздегі ең шыншыл жобада, біздің студияда танымал ханымдар алғаш рет жүрек түбінде сақтаған сырын, ашылмаған құпиясын бүкпесіз ақтарады. Я делаю лайко. Өтірік айтпай-ақ қояйын, таяқ жедім. Ребят, я видела трупы детей. Атақты да ауқатты қыз-келіншектер тек біздің бағдарламада өз шындығын жайып салады. Сіздер қателік пен өкінішке ұрынбас үшін өз тағдыр жолы жайында сыр шертеді. После того, как вот у меня случился уже третий выкидыш, после того, как он в очередной раз поднял мне руку, и я поняла, что за меня просто некому вступить. Ты его любила даже, наверное. Туқалы бар ма? Иә, туғалы бар. Табандылық пен табысқа жеткен жандарға тағдырынан сыр шерту ұят емес. Бір-бірімізбен ашық болайық, өмірімізге ғашық болайық. Осылай өмір сүрген ұят емес. Сәлем, мен Нұртас Адамбай. Мен жұмыста шаршаған кезімде, қолдар саққан қайда, жылдам. Сценарийді жазу мүмкін болмай жатқан кезде, маған ат Мартина пісте көмектеседі. Мартин ұсынған пісте, әрдайым жоғары сапа. Бүгінгі бағдарламада дизайнер Жадо алғаш рет басқа елдер жасырып үйренген шындығымен бөліседі. Жіберіп алмаңыз, Жадо күйеуін неге өзгемен бөлісіп жүр? Туқалы бар ма? Иә, туғалы бар. Сен рұқсатыңды бердің. Иә. Жадо кіммен не үшін төбелесті? Шаштарынан бір жылып тұр. Зік-зік қылып жіберем. Мансап үшін нәрестенің өмірін неге қиды? Маған енді көбісі жаңа баланың жүрегі жарылып кеткен деді. Оның алғашқы көйлегі пердеден тігілген болатын, ал қазіргі өнімдері кем дегенде $100 тұрады. Ол арманына жету үшін балалық шағын құрбан етті. Бұл туралы айту оған оңай емес. Дегенмен ол осында менің бүгінгі қонағым отандық белгілі дизайнер Жадо. Сәлем, Жадо. Қазіргі уақытта дизайнер ретінде танымалсың, бірақ кезінде қоюшы хореограф болғаныңды біреу білсе, біреу біле бермес, сол туралы айтып берсең. Мен енді Жадыра Сахиева осы Жадо жасаған енді бидің арқасы. Билеп жүріп, костюм тігіп жүріп мен дизайнер болдым. Өткені енді білесіздер ғой, 90 жылы өте қиын болды. Заман қиын, өзім кішкентаймын, 10 жастан бастап менде кішкентай бүлдіршіндер болды, ансамблім болды. 11-12 жасымда менде 700 бала болыпты. Мен 12 жасымда әке-шешеме бір үлкен пәтер сыйладым. Қалай 12 жасар қыз әке-шешесіне қалай пәтер әпереді? Сол бидің арқасында ма? Бидің арқасында. Сол кезде мен өзім 10 жасымнан... Айлығың қанша болды? Айлық дегенде мен 10 жасымда билеп жүрген кезде ата-аналар өздері ұсыныс жасады. Осы сіз енді бишісіз ғой, би үйретесіз ғой енді дегенде. Үйретіп көрейін деп, сол бір 10 кішкентай бүлдіршіннен бастадым, 1-ші класс. Ол 10 бүлдіршіндерім 1-ші орын алып келді мектепке. Содан кейін жаңа облыстық, қалалық, районы сол конкурстардан 1-ші орын алып келіп, содан кейін былай қарасам, бір жыл көзімді ашып жұмсам, 100 баладай. Өзім оқимын, өзім билеймін, тағы сабақ беремін. Мен рюкзагым болады үлкен, да? Сөйтемін де білмеймін, әйтеуір рюкзакты үйге алып келемін де мамаға беріп қоям. Оның бәрі ақша екен ғой. Мен білмейді екенмін. Содан әр ай сайын сөйтіп балдар мен есімде 300 теңгеден басталды. Менің сабақ беру айлығым. Айына бір бала 300 теңге беретін. Сонда енді есептесеңіз, мысалы, қанша 500-700 баладай, сонда қаншама қаражат. Сөйтіп мен ай сайын рюкзакпен үйге алып келетім. Ақшаны саласың, үйге апарасың, санамайсың. Мен білмеймін. Маған мама береді, немесе біздің бір ата-анамыз болды, өте пысық кісі.
сол жинап береді, сол рюкзакты, сөмкені маған береді де, үйге апар, мамаңызға тапсырыңыз. Сонда мен кішкентай қызбын ғой, 11-12 жастағы қызбын. Сонда соны жаяу баратынмын. Мен экономдаймын. Өйткені менде жыртық нәски болды, аяқ киім. Сонда қазір айтамын да, қаншылығым етіп, анам айтам, қаншама қаражат тауып деймін да, үй алып жатамыз, жер алып жатамыз, жаңағы 10 сотық, 20 сотық, 3 бөлме, содан кейін 3 бөлмелі пәтер алдық, содан кейін машина алдым. Құдайға шүкір дүние жасап жатырмыз, не? Бірақ әрқашанда менде бір жаңағы комплекс дейді ғой. Әрқашанда жыртық болатын киім. Өйткені мен бір киімді 3 жыл кидім. Қазір айтсам, анам ол сұраққа жауап бермейді, мүмкін. Мен айтамын, сіз неге сондай қатыгез? Өйткені мен жалаң аяқ билеп температура ауырып жатқаным, мысалы 40, температурам 40, больницаға кету керек кезде жоқ билейді, содан кейін больницаға жатады. Немесе жаңағы әрқашанда мысалы маған кішкене ақша береді, соны тамақ алмай жаяу жүріп автобусқа, енді жаңағы эстрада цирк колледжінде болғанда, соны жинап аяқ киім алатынмын. Сонда бұл жерде қараңызшы, Салтанат ханым, екі неуді былай қарағанда Құдайға шүкір жағдай бар әке-шешемде. Ал екіншіден бірақ маған қатыгез болды ол кісілер. Соны мен түсінбей, мүмкін үлкені болғаннан кейін ба, бір күні Дворец Республикада билеп жүргенде етігім болатын. Ол кезде гүлдерде жұмыс істеп жүргем. Сол кезде жаңағы етігімді киген кезде бірдеңе кіреді ғой. Кәдімгідей мынандай шек екен. Сонда ол кезде де бәсеке деген бір-бірін көре алмаушылық деген өте көп болды. Өйткені енді біз жаспыз. Бұл әдейі жасалған қастандық. Сондай болып тұр ғой енді. Сол кезде жаным шыққан кезде, менде 30-20 секунд сол костюмды артында, дворецтің артында киіп, сахнаның артында шығу. Сол кезде, мысалы, ол жерде қарамайсың, шегені жұлып алдында қан немен етікпен кетіп беледім. Сол кезде анам басқа, мен ойлаймын, мысалы, басқа бір құрсыншы белеме, ойбай, скорый шақырып дегенде, ол скорый 1 сағаттан келді, одан тікті менің аяғым табанымды тіккенен кейін қайттан сахнаға шыққан кезде қайттан ол жыртылған кезде ол өте ауырады екен, өткені енді ол құр мата емес қой, енді ол тері жыртылып жатыр ғой. Содан енді әйтеуір дегенде 15 биімді билеп шықтым. Қанған. Сонда бәрі таңғалады, сол сахнаның көбісі бәрі қанған, неған деген кезде мен аяғымнан, туфлимнен өтіп кеткен қан. Сонда содан кейін, мысалы, мен алып кетті емханаға, ертеңіне тағы концерт. Ол кезде мен салтанатта, ішкі істер ансамбльде де жұмыс істеп жүрдім. Сол кезде де, мысалы, ертеңінен жоқ, қызым енді аяқ осындай болып қалды-ау дегеннің жоқ, ол қыз келеді деп. Мен есімде площадьта, ол қысты күні болды, бір наурыздың кезі ма, әйтеуір қар жауатты. Менде үндібейді мен жалаң аяқпен билеймін. Сонда анау жаңа тесікпенен, ертеңінен, таңертең, сол емханада тігіп, әйтеуір бірдеңе қылып қанды тоқтатып, ертеңінен сол тесікпен жалаң аяқ билеп жүрдім. Сол кезде де бір ақсаңдап жүрдім да, енді жаңа табаны ауырады ғой енді. Әйтеуір ақсаңдап не қылып жүрсем, сол кезде билеп кірсем, анам бір ұрт мені. Аунап түстім да, бірақ тықыңдан тұрдым да қайттан. Сөйтсем, мама, мен түсінбедім, неге сен биді дұрыстап билемедің дейді да маған. Сен неге жаңа ақсаңдап ауырғаныңды көрсеттің елге дейді да, халықтың. Ол сенің проблемаң. Сен сахнада ауырып тұрсың ба, шаршап тұрсың ба, оны сен көрсетпеуің керексің дейді. Сондықтан да сол бір ұрғаннан мен есімде сақтадым. Сенің анау үлкен енді бір қатыгездік танытты бала кезіңде. Оның да бір себебі бар шығар. Ол кісінің ата-анасы ерте қайтыс болды ғой. Ол кісі жаңағы олар 8 бала болып, біреу туысқандарының қолында қалып қалды да. Сондықтан да менің анамды жетім болып өстім. Менің естуімше, сен бала кезіңнен ауруханадан қорқады екенсің. Неліктен? Енді менің кешем ауылдан келді ғой. Олар пәтер жалдайтын. Ол кезде білесіздер ғой, пәтерлер орыс үлкен кісілердің, кемпірлердің 2 этажды үйінің астына подвалы. Соны жалдайтын да, өткені екеуі де студент қой, жұмыс істемейді. Мен дүниеге келдім бірінші.
Содан жаңағы мен 5 жасымда білемін, суық болатын, біз киіммен ұйықтайтынбыз. Сонда жаңағы тамшылап жатады. Жаңағы су тамшылап жатады. Жаңбырдан кейін, Иә, жаңбырдан кейін жаңағы суық болып, соны жаңағы тамақ болмай, акасы, менің мамам мұздай су береді да маған. Менде ангина болады. Ангина болады да мен скоро алып кетеді. Менің жастық шағым больницада өтеді. Бір 18 жасымда ма сұрадым анама, неге мен больницадан шықпайтын? Ол айтады, сен осындай тірі болып аман есен қалу үшін деді. Өйткені бұлар бір жерден екінші жерге көшіп, қиналып жүрген кезде мені жаңағы тамағым тоқ болсын, жылы жерде болсын деп, сол емханаға жатқызып тастайды екен. Әдейі өздері ауыртып, енді ауыртқанда қатты ауырмаймын ғой, ангинам бар, тамағым бар, температура болса алып кетеді скорый мені. Сөйтіп 1-2 апта шығармайды, айтады, жата берсін бала дейді. Өйткені мені аман есен қалдыру үшін. Бір жағынан ойлаймын, мүмкін дұрыс, бірақ қазір емханадан қорқам, мен аурудан қорқам. Сонда сені әке шешең балалық шағыңнан айырып, тек қана табыс табу үшін пайдаланды деп ойлайсың ба? Ашулысың ба, ренжулісің ба? Енді бір жағынан ренжисің, әрине. Кішкентай кезімнен сондай бір үлкейіп кеттім, былай қарағанда. Амалсыздан? Амалсыздан, иә. Өйткені ұстаз болу оңай емес, 2-3 жерде жұмыс істеу оңай емес. Бірақ екіншіден ол кісілерге мен рахметімді айтамын. Неліктен? Өйткені мүмкін сондай тәрбие, сондай бір менен жаңағыдай қатал болып жұмыс істеткізбегенде мүмкін мен қазір Жадо болып отырмайтын едім. Қазір Салтанат ханым шын айтқанда көбісі ойлайды, Жадо әке-шешесі бай, жолдасы бай, жаңағы аспанға түкіріп жатады деп ойлайды. Мен де сөйтіп ойлайтын шын айтайын, ерке деп. Бірақ оған қарамастан, мысалы, әлде, мысалы, қанша 24 жыл болды, 24 жыл әлі жұмыс істеп келе жатыр. Мен өзім 9 ай балам құрсақта болған кезде мен жұмыс істегем. Мен Украинаға 9 айымда 2 қабат, мен ол кезде жаңағы Маңғыстау облысында филармонияда зам директор болып жұмыс істедім. Тарағұл атындағы ансамбльмен бірге біз бардық. Сонда мен 8 айдан 9 айға кетіп баратқанда Украинаға барып гастрольде жүрмін. Сол кезде мен зам директор болсам да биді үйретіп, ол кезде менде ансамбль болды, әлде де жадыражай, сол кезде биді де үйретіп, ансамбльге жаңағы домбырашыларға столды арқалап, орындықты арқалап жүріп, сонда скорый тұратын, 3-4 скорый. Мен ойлайтын, мына машиналар не істеп тұр десе, мен үшін тұрады екен ғой, міне туып қалады деп. Содан аман есен келіп қайтып, соны самолетке ұшқан кезде, қой енді Алматыға, енді Алматыда туғым келеді ғой енді. Сөйтіп Алматыға ұшқан кезде, жаңағы схватка дейді ғой, толғақ бастап, су кетіп. Бұл келіншектің өмірінен қаның мұздайды. Жадо 4 күн бойы құрсағында өлі сәбиді неге көтеріп жүрген? Сіз көгеріп баратсыз дейді. Кәдімгідей көгеріп, иіс пайда болыпты. Ал сүйіктісін неге өзгенің құшағына жіберді? Тоқалы бар ма? Иә, тоқалы бар. Сен рұқсатыңды бердің? Иә. Барды көпшілік алдында жиі көреді. Жыртық болатын киім. Өткені мен бір киімді 3 жыл кидім. Кірсем, анам бір ұрт мені. Олардың өмірі барша қайда. Когда я выходила за него замуж, я так переживала. Алайда, олардың жан дүниесіндегі сырларды ешкім білмейді. Я прекрасно понимала, что я иду туда не просто плакать. Так бы его и любила даже, наверное. Ұят емес, 31-ші арнада. Сол самолеттен мені роддомға алып кететін де жағдайлар болды. Босандым. Соның өзінде 3 күннен кейін роддомнан шығарып алды. Жаңағы Ақтаудан звондайды, срочно, жаңағы үлкен басшылар келеді, министерство келеді. Сен керексің, өткені артистерді, киімдерді, бәрін, зам директор болғаннан кейін, өткені мен бір жалғыз зам директор болдым да. Содан кейін балаңды тастап, шұғыл түрде алып, 40-нан шығармай, 3 күндік баланы қолыма алып, Маңғыстауға ұшып, сол жаңа жұмысымды атқарып жүрдім. Сөйтіп мен өмір бақи жұмыс істеп келе жатырмын. Сен өз өміріңде бір жаным, күнім, айым, балапаным деген сөздерді естідің ба? Анаң қалай еркеледі? Кешіріңіз, бірақ есімде емес. Өкінішке орай. Бір күні осы бір 7 жыл бұрын ауылға бардым. Біз жаңағы менде группа Жадо болды да, сонымен бірге ауылдарды араладық, Қызылорда облысында. Сонда
жаңағы Қазалы ауданында Карл Маркс мені мектеп жаңағы балалар жиналып бір сұхбат болды да бізде. Сол кезде кішкентай балалардың көзінше мен жылап қалдым. Неге? Сонда өмірімде бірінші рет мынандай сұрақ қойды. Салтанат ханым, сенесіз ба? Жадыр апай дейді, біз сіз тыңдап отырмыз дейді да, 1,5 сағат дейді. Мен бір сұрақ қояйын деп едім дейді. Ой, балақай айта ғой деп, өзі бір 10 жаста ма, сол өзім сізде қуыршақ болды ма деді ғой өміріңізде. Сол кезде бүйтіп ойланып қаптым да, осы уақытқа дейін менде қуыршақ жоқ екен, болмапты. Менде ойыншық болмапты өмірімде. Менде қазір мысалы балдарыма ойыншық алып бермеймін. Сол кезде ана баланың айтқан бір сөзі қаншама бәрі сұрақтарға күштіліп, ана бала айтқанда мен жүрегім бүйтіп жылай бастадым ғой. Бір 15 минут жылаған шығармын. И қоя алмаймын. Соны бәрі айтады маған. Жадыра, сізге не болды деді. Соны мен айтамын, ол қарапайым сөз ба дейді. Мен айтамын, мүмкін менде өмір бақи сол жаңағы аяқ киім, дорба көйлектер, кішкене машинкам тігетін болды. Менің өмірім сонымен өтіпті. Жаңа бала айтқандай, сол кезде бір 7-8 жасар кезіңде бір қуыршақ, я болмаса бір әдемі көйлек, я болмаса бір кәмпит, баланың армандары сондай ғой. Сенің армандарың қандай болды? Мен сол бір есімде тек жаңағы 14 жасымда арман пуанты, аяқ киім. Өткені бәрінде керемет аяқ киім болатын да. Сонда мен бүйтіп қарап отырам, менікі жыртық, бірақ әдемілеп тігіп қоямын, жамап әйтеуір. И мен пуантыға тұра алмайтым да, өткені уже ескерген ғой. Ескерген, бірақ бірдеңе қылып өтірік болса да тұрып билейтімін әйтеуір. Сонда мен сол жалғыз арманым қазір, мысалы, анада маған айтады, парақшаларға жазады, жады құтырған 220 аяқ киім бар. Менде проблема болған аяқ киіммен. И қазір менде бір дүкенге барсам, аяқ киім. Біз неге аяқ киім шығардық? Сәне жады, біз аяқ киім шығардық. Өткені менде өмір бақи аяғымнан суық өтеді, жаңағы немесе кесіліп кетеді, немесе туфлим тағасыз жұлынып кетеді, немесе әйтеуір мен бір аяқ киімнен зардап таптым. Сондықтан да мен өзіме айтатымын, менде түр болады деп та. Сосын носкиімді тігіп жүремін. Мен білемін, мен бір кофтам болатын, ол кезде базар ғой, барахолка, европейка дейді. Сол кезде бірінші бір мамам 14 жасында ма, әдемі европейка қымбат бір кофта алатын. Ол да жыртылатын ғой, өйткені мен төбелесем жыртылады. Сонда да мен жамап қоям бір маталармен. Соны бәрі айтады, мынау жадыра деген модны киінеді деп ойлайтын да қасқалар. Ескі заттарды жадыратып жібереді деп па? Сонда мен оларға күлемін да, бірақ айта алмаймын. Ішімде жүрегім жылайды да, ай, сіздер білсеңіздер, неге мен оны жамайтын, өткені жоқ. Жалпы сенің қатал екеніңе көзім әбден жетіп отыр, шынымды айтсам. Сенің әңгімеңе мен жібіп, мен жылап отырмын. Менің көз жасыма қарап, сен селт еткен жоқсың. Кешірім сұраймын. Бар айтарың осы ма? Демек, басқа адамның көз жасы сенің жүрегіңе тимейді ғой? Өкінішке орай. Мүлдем. Сенің балаларың болса да? Жоқ. Бізде сені басқа бір қырыңнан ашып көрсететін адамның сұхбаты бар. Соған назар аударсақ. Кім ол? Ренат Таттыбаев, менің директорым. Болса да, ол негізінен ер адам сияқты мінезі, андай бір майда шүйделерге беріле бермейді. Біз үлкен заказ дейміз ғой, заказ алған болатынбыз. Бір басқа мемлекеттен, қандай мемлекет екенін айтпай ақ қояйын. 3000-ға жуық киім тіктірту керек болғанбыз. Сол кезде заказ беретін тарап, сол жақ бір жеті бұрын айтады да бізге, 3000 костюм тігуіміз керек, осындай жобаға тігіп жатырмыз деген сияқты. Сонге жәкең шошып, үстіңдер қызықсыңдар, бір жеті бұрын бере ма ондай заказды деп сөйтті. Сөйтсе, апыл-ғұпыл деп жәкең өнер десе ішкенасын жерге қоятын адамдардың бірі. Уақыт өте аз, тығыз, маталар алынды, машинкаларымыз дайын тұр деген сияқты. Сонымен
3 күн өткеннен кейін жаңағы заказ беруші тарап бізді шақырады да кездесуге. Жаңағы екі оқшоғармен кездесіп тұр, келіп тұр. Жәкең өзі, және мен қасында келдік та. Сөйтсе, осындай, неге 4 күн қалды жаңағы заказдың орындалуына, қайда, мен материалдарым қайда, менің жаңағы образдарым, көйлектерім, костюмдарым қайда деп сөйтті айғайлап. Жәкең бүйтіп отырды. Сендер қызықсыңдар, сендер бір жеті бұрын ғана айттыңдар. Кішкене күте тұрыңдар, әлі 4 күн бар. 4 күн ішінде 4 үй салуға болады дейді ғой. Көз алдыңызға елестетіп көріңізші. Не деген батырлық, не деген өз-өзіне сенімділік деймін да. Сөйтсе, вы казахи, вы бараны, вам ничего нельзя доверять, вы вообще ничего не умеете делать деп айғайлайды жаңағы заказчик. Жәкең бүйтіп отырды да бетіне қарап. Я не поняла, в чем дело? Деп сөйлейді. Повторите, пожалуйста, что вы сейчас сказали? Әлгімге үшін білемін сол эмоция көз алдында. Повторяю, вы казахи, вы бараны. Вам ничего нельзя доверять. Блин, лучше бы я где-нибудь за границей заказал. Бірдеңе дейді. Жәкең бүйтіп тұрады да. Мынандай бір сақинасы болған. Натуральный камень дейміз ғой. Сақинасын алады да маңдайына бір береді ғой. Берген кезінде жақ жыртылып кетеді. Ана кісі әлі жыртығы бар, әлі қатқан. Қаны жерде. Бәрімізде паника, шок. Ана екі оққа қарғасында отырған. Мені ұстайды ғой. Орнынан атып тұрып, Жәкең аяқта отырған ғой. Екеуі екі қолына бүйтіп табықты ойлашы. Әйел адамды екеуі шошып кеттік біз деген ана жақта. Не болып кетті деп апыл-ғұпыл айғайлап жатыр. Анау қан сорғалап жатыр мына жақта. Жәкең деп қарап күліп тұр ғой бүйтіп. Әлі кеше көз алдында сол эмоция. Сосын, чего меня держите дейді? Держите его, он же мужик. Пусть он за свой базар отвечает дейді ғой сол кезде. Жәке красавчик дейміз ғой. Сондай қызықты жайттар өте көп. Ресейде де мысалға Жәкең жұмыс бабымен Ресейге барған кезде бір екі орыс қыз узкоглазая, черножопая депті о кісіге ше. Енді о кісіде қара белбеу бар бір спорт түрінен. Сол көп ойланбастан жаңағы екеуін ұрып, бастарын жерге қадаған. Ол кезде де жаңағы ол кісіні қамап сөйтіп қызықтар болған ол кісі. Негізі өте батыр кісі. Енді Жәке өзі жоқтың көзі жоқ деп айтып жатыр деп ренжімеңіз. Бұдан кейін біз жұмыс жасаймыз ба, бірлесіп жұмыс жасамаймыз ба, оны Алланың өзі біледі. Бірақ біздің менталитетке жат нәрселердің көбісін айттым енді. Көбісін емес, бір 1% ғана айттым. Мен сізді қатты сыйлаймын, жақсы көремін. Ауырмаңыз, барлығы жақсы болсын деп ойлаймын. Ренжімеңіз. Сырларыңызды ашқан бар, ренжімеңіз. Әлдеменде қарап отырмын да? Жоқ, мен сақина дегенде жаңа шрам, мынандай нелер бар, Қызынғалық болып дене менде көп. Сонда біреулер айтады, это за что дейді ғой, мен айтамын, за все деймін ғой, за родину Казахстан деймін ғой. Сол тыртықтар өте көп, кейбірде ұялам. Бұл енді сенің ұлтжандылығыңды, патриот екеніңді білдіреді ғой, намысыңа қатты тигендігін. Иә, сосын ауылдың балдарын ренжітсе, қыздарын ренжітсе қатты тұрам. Мен тура сондай болатын. Ауылдың қыздары үшін мен де талай төбелесетінмін. Сөйтіп, біреулер счетчикке қойып жатса, мен наоборот счетчикке қойып жатқан адамдарды барып төбелесіп, ұрып, алып тастап, бірақ өмір бақи мені алып кетеді. Мен сосын андай адамдарды жек көремін, қашып кетеді ғой. Менде болды, осы үлкен жасында да болды. Сол кезде, мысалы, мен білем, 5 класс оқып жатқан кезде, бізді жаңа неге банда кездеседі ғой. Сол кезде мен атаманшыцы болған. Бір ұйымның мен мектептің атаманы болған. Иә, мен өзім 5 класс, 7-8 класстардың балдарын қорғап жүреді мен. Сонан 10 балдары келеді, кто такая вообще жадыра деп. Не қылып. Мен үндемей отырам, сыпайы болып. Не істеймін айтып, мен дәлелдегім келеді. Сол кезде бір күні кездескен кезде төбелесіп, жаңағы боқтайтындар шығады бірінші жағы. Боқта болады. Содан кейін енді сөзіміз жараспайды, біздікілер жеңіліп жатқаннан кейін бір кезде біз кетеміз, барып шаштарынан бір жұлып тұрып зық-зық қылып жіберем.
сөйтіп жүрген кезде жаңағы нелер келеді, гаи жаңағы учетта нелер келіп жатады, Полиция. Соның бәрі бір кезде қарасам бәрі қашып кетеді, бір өзім тұрамын мен. Соны енді уже қан дегендей үстім жыртылып не болды десем, бірақ мен ешқашан сатпайтын адамды. Мен бір өзім ғой, бір кісілер өтіп баратыр еді, балдар солармен бір сөзге келіп қалғанбыз ғой деп. Сосын ертеңіне жетектеп барады мені жаңағы. Мынау қыз Сахиева деп, сосын менің директорлерім бәрі біледі. Жадырама, дұрыс жадырама. Рахмет ол кісілерге, мыңда бір рахметімді айтамын. Жасырмайсың ба күйеуіңнен мінезіңді? Ой, біледі ол кісі. Бір төбелескенбіз біз екеуміз. Сол кезде жеңіп қалған менен. Мен ол кезде енді күйеуіміз форелевое хозяйствоға барғанбыз, ол кісі туысқандармен мен өзімше енді мен әлі қызымын, күйеуге шыққан жоқпын. Сол кезде ол кісі өзі сөйлемейтін да, сонда сабырлы кісі да, мен сабырлығым сол кісіден алғам. Сонысымен ұнады ғой негізі. Иә, білмеймін, ана жерде сондай бір не болды, жаңағы тұпыр бір сөйлей бастады. Сосын мен шығып кеттім, ойладым енді ол жерде мен қарсыласпай қояйын, не істеймін енді, ер азамат қой деп. Сөйткен кезде шығып барасам, артынан сөйлеп келе жатыр, Сонда не себептен? Қайныным бірдеңе маған айтып қалды да, мен соны жасамай қырсығып отырғам, бүйтіп өзімше болып. Естімегендей болдым. Неге естімегендей болды? Біз қайнысымен онша емеспіз әлде, ренжімесін. Әлде онша ұнатпаймын деп. Енді шындықты айту керек қой, ол біледі өзі. Темірден жасалған қазағы, енді қыс болып жатқан жаңағы қарашаның басы, қарашаның аяғында мен күйеуге шығуым керек. Бір 2 апта бұрын. Сондай болған оқиға бұл. Сөйтіп шамалы қар жауып келе жатқанбыз ғой, хорошо шөп болды. Мен айтам, сіз повезло деймін ғой жаңағы. Сөйтіп келе жатса, тапан бірдеңе өтіп айтпайтын ғой. Сен неге жаңа не қылмадың? Иә, сен ініңді не алып тыңдамайсың? Ал кісі енді былай келе жатқан ғой, енді былай жаңағы. Алдында за шкирку алдында тадаң шаңдарақты құлатып жібердім. Соны бір аяқпен битейін деп едім, сосын ер азамат қой енді. Мен туысқандарым қарап отыр. Сосын кешіріңіз деп, жаңағы, как будто он случайно да енді қағып үстіне әке көкем қалған үйге барып сөйлесеміз дедім де, сөйтіп қоя қойдым. Бірақ туысқандар айтты, масқара, мынау біздің болашақ келініміз, мынау не деген сұмдық деді ғой. Сөйтіп бір рет сөйткен неге кезіміз, содан кейін айтады маған, сен апасянсың деп қояды. Бірақ содан кейін біз енді ұрыспай, не қылмай. Уже біледі да, өйткені мен ұрыспаймын. Мен білмеймін, тек шаңдарақ зық-зық қылам болды. Басқа ештеңе істемеймін. Сенің соңыңнан жүгірген, қызыққан, ұсыныс жасаған жігіттер көп болды ма? Әлде мына мінезіңмен қашқалақтады ма, қорқытты ма сенен жігіттер? Болды ухажерлар. Неліктен күйеуіңді таңдадың? Ол балдарды қатты жақсы көрді. Мен қаттымын ғой, мен ойлаймын, маған осындай ер азамат керек. И мен білдім, ол кісі мені ешқашан тастамайтын. Қалай баланы сүйген ер азамат қанша әйел алып жатса да, қанша қыдырып жатса да, ол кісі ешқашан, ол кісі қайтып келеді шаңырағына. Бізде де өмірде қиындық болды. Қайтып келген кездері болды ма, кеткен кездері болды ма? Кетпеді, енді еркек болғаннан кейін мен өзімде айтып отырдым. Жаным ау, жүрсеңіз де, бірақ білдіртпей жүріңіз дегендей. Бірақ біліп қойған сәттерің болған сияқты. Болды, маған звондаған күндері болды, ол қыздар келіп менімен төбелескен күндері болды. Мен 2 қабатпен төбелесіп жүрмін. Сонда енді болды, оның бәрі болды. Мен ойлаймын, ол бүкіл шаңырақта ондай болған секілді. Бірақ мен ол кісіге ешқашан ұрысқан жоқпын. Мен ойлайтын әрқашанда, тұқым болса, сол кісі де болсын деп. Өйткені текті ер азамат қой, жалғыз ұл, жалғыз қыз болсын. Түсінбедім, басқа әйелдерде сенің күйеуіңнен балалар бар ма? Бар. Бар, мен рұқсат бердім. Жанұясы бар, біз қатысамыз өте. Демек, тоқалы бар ма? Иә, тоқалы бар. Сен рұқсатыңды бердің? Иә. Сүйіктісіне тоқал әперіп, неге ортақ бала сүйгендер қалайды? Жолдасым туралы айтып көрген жоқпын бүйтіп. Сіздің бағдарламаңызда мен бірінші рет айтып отырмын. Жадо неге 4 күн бойы құрсағында өлі сәбиді көтеріп жүрді? Сіз көгеріп баратсыз дейді. Кәдімгідей көгеріп, иіс пайда болыпты. Тоқалы бар ма? Иә, тоқалы бар. Сен рұқсатыңды бердің? Иә, мен шын айтсам, осы уақытқа дейін жолдасым туралы айтып көрген жоқпын бүйтіп. Сіздің бағдарламаңызда мен бірінші рет айтып отырмын. Өзінің тағы жолдасы бар, жанұясы бар. Басқа қалада? Басқа қалада, иә. Біз қатысып тұрамыз, жақсымыз.
Араласып Өйткені тұрасыңдар ма? араласып тұрамын, мен өте жақсы көремін, сыйлаймын ол кісіні. Сенбеймін. Алдайтын сияқтысың. Жоқ, шын Салтанат ханым. Бәлкім сен күйеуіңе соншалықты ғашық болмаған шығарсың. Жоқ, мен жақсы көремін, ол кісіні сыйлаймын ғой. Мен ғашықпын, сол менің ойлаймын, бұл жерден кішігірім ақылдылығым мен жақсы көріп осындайға барып отырмын. Жалпы қалай ойлайсың, осы ер азаматтардың басқа елдерге бару, жалпы енді қыдыру деп айтамыз, иә? Тоқал іздеу, жалпы себебі неде? Біз өзіміз айтамыз, біздің қазақтың балалары көбею керек дейміз. Иә. Біз көбеюіміз керек дейміз де, бірақ біздің ер азаматтарымыз басқа ұлттың қыздарын алып жатады. Немесе біздің қазақтың қыздары басқа ұлттың ер азаматтарымен өмір сүріп жатады. Мысалы, мен сол кезде мен қызғаныш тартар едім. Неге басқа осындай азаматтан басқа ұлттың әйелі бала туып береді дегендей, дүниеге алып келеді дегендей. Сондықтан да менің ойымша қазақтар көбейгені дұрыс, бірақ өзіміздің қазақтың текті ер азаматтарды. Сондықтан да мен айтып отырмын ғой, менің қолымнан келгенде 7-8 бала тууға, бұл өмірге, дүниеге алып келуге. Әрине мүмкін, бірақ мен түсінемін, менің денсаулық жағымнан бар, басқа жағымнан мен көп балалы бола алмаймын. Менің ойым, менің азаматымнан керемет деген қыз неге тағы бала дүниеге алып келмеске? Алып келсін. О жерде қанша баласы бар? Ояқта 2 баласы бар. Неліктен сен көп балалы ана бола алмаймын дейсің? Маған мүлдем баста дәрігерлер бала туа алмайсың деген. Бірақ мен сол жолдасымды жақсы көргендіктен, жаңа айтып отырмын ғой, өзім парызымды өту үшін мен ештеңе қарамай дүниеге алып келдім. Әр алып келген сайын мен бір өліп, бір тірілген күндер болды. Өйткені маған туға болмайды. Бірақ оған қарамастан да 2 балалы болдым. Сен тағы бір балаң болу керек еді, бірақ дегенмен мен естуім бар сол туралы. Біз Кәусар киносын жасағанбыз Маңғыстау елінде, Ақтау қаласында. Сол кезде өзі сол Кәусардың киноның аты сол аналар туралы жаңа аборт деп жатады, балалар тастап кетеді. Соның бәрі сондай мағынасы сол киноның сондай болғандықтан ба білмеймін. Мен аяғым ауыр болған 6 ай. Сол жаңағы енді күні түні жұмыс, өзім генеральный продюсер болғандықтан да жаңағы режиссердің сұранысымен аздан кешке бірге болып не алып, сөйтіп мені көгере бастаппын. Мен білмеймін оны. Енді ана жерде енді күні түні жұмыс, айқай, шу дегендей жаңағы. Сөйтіп жүрген кезде мен білмеппін. Сонан кейін кино аяқталған кезде бәрі айтады, сіз көгеріп баратсыз дейді. Кәдімгідей көгеріп, иіс пайда болыпты. Сосын жаңағы емханаға барған кезде ішімде балам қайтыс болыпты. Шетінеп кетті. Сонда қанша уақыт жүргенсің білмеймін? 4 күндей жүргенмін, тағы 3 күн кезде жүргенде мен де кетер едім қосам. Балаңның ішінде жаңағы жүрегі тоқтағаны, ол қандай себеппен? Маған енді көбісі жаңа баланың жүрегі жарылып кеткен деді. Өйткені мен енді жаңағы кино болып жатқан жерде бізде опыр не болған жоқ та, өкінішке орай. Неге білмеймін соны қазір. Соны айқайлап жүресің, анаған оператор мияққа, второй режиссер деп жаңа не қылып айқайлап, соны анау неден, сосын ұйықтамағаннан әсері дейді ғой енді. Жаңа дейді, истощение организма деді маған. Өкінесің бе? Енді мен ойлаймын, мен өкінбеймін, неге? Өйткені мен соның арқасында бала өмірден кетті, бірақ кино шықты. Значит, сондай болу керек. Ол туынды бұйыртса ендігі жылы көресіздер, сонда сіз түсінесіз. Мен не үшін осында неге барғанымды. Балаң жаңа ішіңде шетінеп кеткен кезде күйеуің сені кінәлап? Жоқ. Күйеуім айтты, өзің аман болсаң болды деді. Сол кісіге рахмет. Жалпы әлеуметтік желілерге көзқарасың қандай? Әлеуметтік, мен басында енді түсінбейтінмін, бірақ енді менің директорым... Жиі көрем негізі қазір Инстаграмды. Директорым үйретті. Бұны сұрап жатқаным, бізде Инстаграмнан қолданушылардың сұрақтар бар. Ойбай. Соны оқып жауап берсек. Жарайды. Сен жауап берсең. Ал керек болса. Бұл кісі менің досым. Біздің досымыз. Біз жақын арада Жұлдыз Лайф
республикалық деңгейлік жоба жасағанбыз, ән би. Сол кезде Арнұр Ыстыбаев біздің досымыз болғандықтан, ол кісі біздің мықты жүргізушіміз болды. Енді бір шаршап кезде бір бүйтіп суретке түсе салғанбыз. Содан кейін ой кетті ғой құрсын. Туысқандарын звондап, не болды деп. Мен айтам, енді жолдасым бірақ түсінді. Ол кісі айтты, енді пиарды жасағанда дұрыстап жасаңыздаршы деді. Сондықтан да бұл қарапайым жарнама. Келесі сұраққа назар аударсақ. Ал керек болса. Мен өзімді керемет сезінем. Мен арық кезінде шын айтқанда маған ешкім қарамайды. Мен бүйтіп массовканың ішінде жүретін бүйтіп. Бүйтіп жел кетсе мияққа ұшып кетемін, мияққа келсе Құдайға шүкір. Арық болдым, әдемі болдым. Енді өз жасыма өзім мен ойлаймын жақсы. Сезінем. Мен Құдайға шүкір жолдасыма ұнаймын. Өзім қасындағыларға ұнаймын. Бірақ мен айтқым келеді, мен арықтамаймын. Тағы да бір сұрағымыз бар екен, назар аударсақ. Мен былай айтып кетейін, енді мысалы біреулерге 1 миллион теңгеге киім тігіп жатса, мынау жаңағы үйлену киімін. Мысалы бізде 300 мың дегендей. Мысалы басқа жерде 300 мыңға тігіп жатса, бізде 100 мың. 20 мың теңгеге де алуға болады. 50 мыңға да. Мысалы біз аяқ киімдеріміз бар. Әр түрлі баға. Ырым-жырымдарға сенесің ба? Мен бұрында сенбейтім, қазір сенем. Өйткені мені дуалағанда, менің аяғымда шырамдар бар. Менің аяғым ісіп кетіп, аяғымды кесіп тастағысы келген. Содан кейін ойбай, бұл сосын сол дәрігердің басқа бір дәрігер айтты маған, Ақтауда жүрген. Көз тию деген нәрселерге сенесің? Көз тию емес, дуалаған мені өлімге Ақтауда. Сонда бір дәрігер айтты, мынау болмайды, мына аяқ, бұл жаңа қазақшылыққа апару керек деп бір кемпірге алып барды. 3 күн 3 қой, 3 қойдың тірі көзбен жаңағы емдеп шығарып алды ісіктің бәрін. Бірақ маған айтты, ол адам қайтыс болады деп. Өкінішке орай мен дуалаған адам қайтыс болды. Сондықтан да ешкімге жамандық сол ғой. Ойламаңыздар. Ол қайтып келеді. Айтады, бокым дейді, ол қайтып келеді ол. Мен жаңа ырым-жырымдарға сенесің бе, сенбейсің бе деп бекер сұраған жоқпын. Сенгенің жақсы болыпты. Өйткені біздің нумерологымыз Айсұлу нумерологияға сенесің ғой? Сенің кім екеніңді білмей, тек қана жаңа туған жылыңа, айыңа қарап, өзің туралы бір қысқа да нұсқа сипаттама және болашағыңа бір кішкене болжам жасады, соны қарап көрсек, бұл саған тосын сын. Наша героиня родилась 25 мая. Вообще в этой нумерологии, что характерно и сразу бросается в глаза, это, конечно, невероятная энергетика. У этого человека, как правило, энергия обаяния. Она выходит на передний план, и при этом человек очень хорошо может себя проявить в творчестве. То есть это люди великолепные художники, архитекторы, могут быть дизайнеры. Здесь почему-то выходит, что ребенку все время этому, но и уже в детстве немного не хватало любви. Недостаток любви, он где-то сыграл свою роль, и почему-то часто она себя чувствует недостаточно оцененной, что ли, полностью. Ей не хватает этой любви, ей очень важно любить себя и быть более уверенной, поскольку здесь у нашей героини неуверенность какая-то внутренняя, неуверенность, за счет этого немного самооценка занижена. Что интересно, вообще такие люди, они очень сердечные, у них настолько высокая сердечность, и они часто бывают даже к постороннему, даже к прохожему на улице, попавшему в какую-то там ситуацию негативную или в беду, они будут настолько отдача будет большая, высокая жертвенность, демонстрация сочувствия, милосердия, но при этом иногда с близкими, с родными они могут быть импульсивны. Ну и в целом, конечно, хотела бы сказать, что в такой нумерологии, как наша героиня родилась, ей очень важно мечтать, поскольку ее мечты способны исполняться. И как можно меньше слушать и брать чужие проблемы, не проносить их через себя. Рахмет. Ұнады ма? Керемет, ұнады. Рас, ол бар.
сөздер демек айтылған. сенімсіздік бар ғой өз өзіңе. Болады ғой енді әр адамда, болады кейбірде. Өйткені проекттер болғаннан кейін немесе бір жолға шыққанда шығайын ба, шықпайын ба. Бірақ енді осы мінезімнің арқасында, осындай еркектік мінезім, мен әрине жаңағы артқа жол деген жоқ. Мен артқа қарамаймын ешқашан. Ал құрбандық туралы жалпы өзін ойламайды деген сөздермен келісесің бе? Иә, кейбірде болады. Мен әрқашанда неменсе арқамды берем. Бар ғой енді. Бар. Мысалы, екінші әйел тоқалмен келісіп отырсың ғой. Өзіңді құрбан етіп отырсың ғой. Демек бар ғой. Бар. Сендей болу, ашық болу, менің ойымша мүлдем ұят емес. Өзің қалай ойлайсың? Ұят емес. Сондықтан да міне Жадо сияқты бір-бірімізге ашық болайық, өмірге ғашық болайық. Өйткені осылай өмір сүру ұят емес. Ертең көретіндеріңіз. Алғаш рет әнші Аиша бүркітпен арақатынасын ашып айтты. Я подумала, что за дурак. Аиша нені жасырып келді. Это вообще не болезненная тема, на самом деле. Я не знаю, почему я рыдаю. Вообще какой-то бред. Аиша қайғылығына қымсынады. Мне стыдно за себя. И мне стыдно, что я его поставила в такой... Что со мной?